Облыс бойынша 239 шетел азаматы әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Бұл мәлімет мигрант жедел алдын алу шарасы барысында белгілі болды. Тақырыпты әріптесім толықтырады. 29 жасар Өзбекстан азаматы Зафар Өскеменде несібесін тауып жүр. Үйінде жұбайы мен 2 баласы күтіп отыр. Қазір құрылыс алаңында еңбектенеді. Өзбекстанмен салыстырсақ, Қазақстанда жалақыны көбірек төлейді дейді Зафар. Жұмыс жақсы, уақытында береді. Бәрі условиялар жақсы. Зафар еңбек ететін жерге тәртіп сақшылары барды. Полицейлер шетел азаматтарының құжаттары мен рұқсат қағаздарын тексерді. За первый день. Шара барысында 16 шетелдік рұқсатсыз жүрген анықталып, әкімшілік жауапқа тартылды. Сондай-ақ өзге ел азаматтарын жұмысқа шақырған 47 азамат әшкереленді. Олардың ісі қазір қаралып жатыр. Жедел алдын алу шаралары барысында Тәжікстан және Өзбекстаннан келген 3 күдікті азаматқа қатысты қылмыстық іс қозғалды. Сондай-ақ заңға қайшы әрекет еткен шығыс қазақстандықтар да жазасыз қалмайды. Арнұр Шакирханов, Сәуреш Ахметжанова, Ерлан Сарманов, Алтай ақпарат.